Давай бір дубльмен, в общем. Әртүрлі ойлар келіп тұр. Білмеймін, в общем. Енді, скорее всего, бір дубльмен түсіретін шығармыз. Қызық ше. Мен деген нәрселер көп емес, аз да емес, шүкір, бірақ бір шама бар. Бұдан кейін Алла қаласа, дұрыстап өмір сүруді бастаймыз. Дұрыстап дегенде қалай? Сен өзің өмірде біліп тұрып жасайтын қателіктерің болады. Сен оны осознательный түрде, саналы түрде біліп тұрасың, бірақ қате жасайсың да, кейін соған өкініп отырасың. Кейбір адамдардың ойы үшін сен өзіңнің дегеніңді жасамайсың да, оған да кейінірек өкінесің. Өмірде осындай нәрселер көп. Сол нәрсенің барлығына алданбай, енді өзімнің қалаған дұрыс деп білген нәрселермен өмір сүремін, Алла қаласа. Соған бекініп отырмын. Бүгін 27 тамыз басталды уже, тамыз басталды. 27 тамыз түнгі сағат 2 жолдас балам үйленді. Соның автопати болды. Барлық нәрсе орын-орнымен болып жатыр, шүкір. Енді бірақ қазір мен жұмыссызбын. Абсолют түрде жұмыссызбын. Қарызым жетеді. Қатты көмес екен құрсын. Бірақ бар бір шама. Шығын, абсолют түрде қазіргі қандай деңгейім нөлдік состояние, ешқандай табыс көзі ешнәрсе жоқ. Енді өмірді осылай арға жалғастырамыз, Құдай қаласа. Қолым талып кетті. Келесілердің барлығын Құдай қаласа штативпен, микрофонмен жақсылап істейміз. Енді ең бірінші түсіну керек нәрсе, қателеспесем, дұрыс өмір сүру үшін ең алдымен жоспар керек. Өйткені бос уақыт сені жаман, қате нәрселерге уақытыңды босқа шашып аласың, сол үшін жоспармен жүру керек. Бұдан кейін жоспарымыз. Қазір енді жоспарлап сол нәрсенің барлығын бастаймын. Жанымда кеше ғана сыйлыққа алған ақиқат пен аңыздық кітабы бар. Қателеспесем, қазір осының алғашқы беттерін оқып бастаймын. Және анау тұрған менің колым. Қазір аштым. Және бұл колалы, скорее всего, менің соңғы колым тәттілер бойынша. Бұдан кейін тәтті болмайды. Сәттілік, салмақ примерно бір 120 келіге жақын. Бойым 1,82. Енді арғылай тек жетістіктермен бөлсем деген ойдам. Сәттілік, иығым талып кетті. Және сразу бірінші ой, барлық нәрсені жоспарлау керектен кейін есептеу керек. Менің екінші атымда бәсе сол үшін ойлаған сияқты, есепті деген. Өмірде бір рет болса да, айына бір рет болса да, жылына, күніге болса да есеп беру керек. Енді мен істеп жатқан барлық нәрсені есептеп, орнымен Құдайдың берген уақытын, денсаулығын, аманатын барлығын орнымен жұмсауға тырысамын. Ең маңызды нәрселердің бірі, өмірде ең маңызды бірінші жасау керек нәрсең не ол деген кезде, қазір менің бірінші жауап бере алатын нәрсем ол 5 уақыт намазыңды түгел оқу. Қандай жағдай болса да, болмаса да 5 уақыт намазын түгел оқу. Не үшін? Енді дінде шарттары бар. Өзі оқылатын жерлер болады. Соғыс бірдеңе қорғау керек, бұны сен жасай алмайсың деген сияқты нәрсе. Сол дін бойынша жүреміз. Маңызды нәрселердің бірі осы. Және түсінген нәрсем, осы уақытқа дейін мен намаздарымды қаза еткен моменттер. Қазір мен сабағыма кіре алмай қалам, болмаса мына нәрсе, қазір намазымды оқымай лучше экзаменімді тапсырып алайын. Универде уже 7-ші жыл оқып жатырмын ғой. Неше түрлі жұмыстарымнан айырылып қалдым ғой. Оның барлығы намазда болған жоқ. Оның барлығы өзімнен болды. Так что, еш нәрсеге қарамай, намаздарымды түгел оқу, Құдай қаласа. Кезекті маңызды нәрселердің бірі ол тәубе ету. Қазір мен осы уақытқа дейін жасаған бүкіл заттарым барлығына тәубе етемін. Мен тәубе дегеніміз істеген нәрселерің үшін өкіну. Мысалы, менің болмады емес, болды. Біреудің сыртынан аузыма шығып кеткен кездер болды. Жестко айтып жүрген момент болды, даже қаттырақ айтып жүрген моменттер болды. Өзіне айтқан моменттер болды. Біреулер ұрған уақытым болды. Барлығы үшін өкініп, соның барлығы үшін бірінші тәубе етіп, енді өтірік, өсекке, ондай нәрселерге жоламауға тәубе етеміз. Одан кейін Құдайдың берген осындай керемет жүзі бар ше, денсаулығы бар, сау 32 тісім бар, денем бар, барлығы 12, ата-анам барлығы четкий негізі ше өмірде. Соның барлығына шүкір етіп, Аллаға рахметімді айтуды ұмытпау керек. Ең маңызды нәрселерді айттым деп ойлаймын. Енді осыларды жасаймын қазір отырып, Құдай қаласа. Удачи.